Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай дайындалатын, дастарханда әдемі көрінетін салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Салатқа піскен ет қажет болады. Кез келген етті қолдана берсеңіздер болады, тауықтың еті де болады. Және осылай ұсақтап турап аламыз. Барлық құрамын видеоның астында жазып қоямын. Және осылай піспеген сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Піскен сәбізді қолдансаңыздар да болады. Черри помидорларын екіге бөліп дайындап аламыз. Салатқа плавленый сыр қосамыз. Сырды алдын ала 40 минут бұрын морозильникке қойып алыңыздар, сол кезде үкіштен жақсы өтетін болады. Мен морозильникте ұзақ уақыт ұстай алмадым, сондықтан осындай жұмсақ болып өтті. Енді суда піскен жұмыртқаларымызды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Және маринадталған шампиньондарды қосамыз. Мен бұл маринадталған шампиньонды өзім үйде дайындадым. Алдыңғы видеода рецептісі бар. Әдемілерін осылай бетіне қою үшін бөліп алатын боламыз. Қалған бөлігін ұсақтап турап аламыз. Шампиньондар өте керемет салатқа дәм береді. Міндетті түрде қосып дайындап көріңіздер. Барлық құрамындағы заттар бір-бірімен дәмі өте күшті үйлеседі. Одан кейін үлкен бір алмамызды осылай дәнін алып тастап сыртын ашамыз да ұсақ үкіштен өткіземіз. Мендегі алма семерянка, негізі қышқылдау алманы қоса берсеңіздер өте керемет болады салатта. Одан кейін алманы тез қараймас үшін үстінен лимон шырынын немесе алманың уксусын қоссаңыздар болады. Мендегі алма семерянка, сондықтан бұл алма тез қараятын алма, білесіздер. Және де осылай 16 сантиметрлік қалыпқа бірінші етімізді салып бір тегіс етіп аламыз. Бетіне майонезді осылай видеодағыдай салып шығамыз. Және оның үстінен алманы саламыз. Алманы тағы да үлкенірек алма болса тіптен жақсы. Барлығын бір тегіс етіп алып, тағы да майонез себетін боламыз. Және үстінен шампиньондарды салып шығамыз. Барлығын бір тегіс етіп алып, видеодағыдай үстіне майонез себеміз. Және үстінен жұмыртқамызды саламыз. Бір тегіс етіп алып, шым-шым тұз саламыз да, үстін осылай қасықпен тегістейміз. Және тағы да үстінен майонез салатын боламыз. Одан кейін үстінен сәбізді салатын боламыз. Сәбізді де бір тегіс етіп аламыз. Дәміне қарай кішкене тұз салып жібереміз. Және де бір тегіс осылай қасықпен бетін тегістеп аламыз. Тағы да майонез сеуіп шығамыз. Оның үстінен плавленый сырды саламыз. Плавленый сырды негізі сәл көбірек қоссаңыздар болады. Және менде морозильникте тұрмаған кейін осылай бір-біріне жабысып жатты. Негізінде жабыспай әдемі болып тұрғаны өте керемет көрінеді. Барлығын осылай бір тегіс етіп алдым. Және де бұл салаттың әсемдеу үшін осылай печенье қолдандық. Міне осылай печеньені салаттың биіктігінен үлкенірек етіп өлшеп аламыз да осылай кесеміз. Одан кейін барлығын салаттың сыртына айналдырып жабыстырып шығамыз. Салатымызды қалыптан әдемі етіп алып алғаннан кейін сыртына осылай майонезді жағып шығамыз. Бұл печеньеларды жабыстырып тұруға күшті көмектеседі. Міне осылай видеодағыдай барлығын қаз-қатар етіп орналастырып шығамыз. Осы печенье салатпен өте керемет үйлеседі дәмі, және де салатқа әдемілікті береді. Читилді біз салаттың сыртынан байлау үшін қолданамыз. Осылай бір-біріне жалғап аламыз. Ұзынша читилдер бар, соны қолдансаңыздар тіптен керемет болып шығады. Міне осылай жалғап алып, салаттың сыртынан осылай байлап шығамыз. Әдемі көрінеді, және де біздің печеньеларымыз сыртына қарай құлап кетпейтін болады. Бетіне салат жапырағын осылай қойып шығамыз. Және де шампиньондарды қоямыз, және де жаңағы турап алған черри помидорларын әр жеріне қойып шығатын боламыз. Өте оңай дайындалатын осы салатты жасап көрсеңіздер болады. Помидордың бетіне мен осылай шпажкамен майонездерді қойып шықтым, сонда өте әдемі көрінетін болады. Міне міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Әдемі көрінеді, және құрамындағы сәбіз, алма, шампиньон барлығының дәмі бір-бірімен керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де әлеуметтік желіде жақындарыңызбен осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналымнан көптеген керемет рецептілерді таба аласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Нағима ас болсын.